Мөңке би. Мөңке би өз заманында ердің құнын екі ауыз сөзбен шешкен сұңғыла би. Келер күнді айнытпай болжайтын сәуегей және дала даналығының көрінісі іспетті ой тұжырымын тағылымды поэтикалық жырға айналдырған жырау ретінде танылды. Мөңке бидің философиялық толғаулары, риторикалық сұрақ-жауап, болжау, билік, кесім, шешім түріндегі мұралары өзіндік ерекшелігімен көзге түседі. Көшпелі тірліктің тіні бұзылмаған қоғамда заман аңысын аңдап, оның келешек кескін кейпін дәл болжай білу Мөңке би шығармашылығының басты белгісі. Оның түрлі халық болады, күндіз түні жарық болады. Дүниенің жүзіне өре мен темірден жол тартылады. Адам ақысыз жұмыс істемейді. Дүниені түрлеп кестелейді деген толғау жолдарынан келер күнді болжаған сәуегейлік көрінеді. Сондай-ақ Мөңке би келешек туралы былай депті: кер заман кезінде көлдің суы бітіп табаны қалар. Аттың жүйрігі кетіп шабаны қалар. Жақсының атағы кетіп азабы қалар. Әулиенің әруағы кетіп мазары қалар. Адамның жақсысы кетіп жаманы қалар. Сөздің маңызы кетіп самалы қалар. Сөйтіп ақылы жоқ санасыздың заманы болар. Кер заманның кезінде құрамалы, қорғанды үйің болады. Айнымалы төкпелі биің болады. Халыққа бір тиын пайдасы жоқ, ай сайын бас қосқан жиын болады. Ішіне шынтақ айналмайтын ежірей деген ұлың болады. Ақыл айтсаң ауырып қалатын бедірей деген қызың болады. Алдыңнан кес-кестеп өтетін кекірей деген келінің болады. Табалдырықтан биік тау болмас, туысқаннан мықты жау болмас. Кер заманның кезінде су тартылар, танамен торпаққа жүк артылар. Ар ұяттың бәрінен жұрдай болып, қарап тұрған жігітке қызартылар. Ішкенің сары су болады, берсең итің де ішпейді, бірақ адам оған құмар болады. Қиналғанда шапағаты жоқ жақының болады, итпен мысықтай ырылдасқан еркекпен қатының болады. Кер заманның кезінде ертеңіне сенбейтін күнің болады. Бетіңнен ала түсетін інің болады. Алашы бар тілің болады. Дүдәмәлдау дінің болады. Еркегің қазаншы болады, әйелің базаршы болады. Жылқы жұлдыз болады, қой құндыз болады. Кейбір жерге теңеледі, әйел ерге теңеледі. Көл теңізге теңеледі, сиыр өгізге теңеледі. Ақыр заман адамы сағынып тамақ жемейді. Ашшыны ашшы демейді, тапқанын олжа дейді. Әлхам білгенін молда дейді. Бірі-біріне қарыз бермейді. Шақырмаса көрші-көршіге кірмейді. Сарылып келіп тосады, құны жоқ қағазды судай шашады. Ақыр заман халқының шайдан басқа асы жоқ, жақыннан басқа қасы жоқ. Лағнет қамыты мойнында, жұмыстан қолының босы жоқ. Әрқашанда олардың көңілінің қошы жоқ. Бар шаруасы түп-түгел, енді мұның иесі жоқ. Заман ақыр боларда жер тақыр болар, халқы пақыр болар. Балалар жетім болар, әйелдер жесір болар. Әдесе мәдейтін кесір болар. Бас қосылған жерлерде әйел жағы дем болар. Жаман жақсы айтса да өзінікі жөн болар. Орай салып бастарын, жалпылдатып шаштарын, тақымдары жалтылдап, емшектері салпылдап, ұят жағы кем болар. Сөйткен заман кез болса, түзелуі қиын болар. Құрметті менің көрермендерім, сіздер сәуегей Мөңке бидің болашақ туралы айтқан болжамын тыңдадыңыздар. Хабар ұнаса лайк басып, арнамызға тіркеліңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз бізге шабыт береді.